Қорқынышты фильмнің сюжеті дерсіз. Әлем бір сәтте қара түнекке айналды. Біз жарықты жаға алмай жатырмыз, телефонды қуаттау, тіпті автокөлікке бензин құю мүмкін емес. Біздің өміріміздің энергиясыз, электр тоғынсыз, жылусыз және отынсыз осылай көрініс табуы әбден мүмкін ғой. Тепла и горючего. Баршаңызға сәлем. Гринтек бағдарламасында сіздермен бірге мен Жамиля Нашекен. Электр қуаты біздің күнделікті қолданысымыздан түспейді. Қазіргі заман адамының таңы қайнап тұрған шәйнектен, тостерде піскен наннан, арнайы құралмен шырын сығудан, теледидар мен радиодағы жаңалықтардан, талбарға қыр салудан басталады. Және бұл тек ең қарапайым әдеттер. Біраз уақыттан бері энергияның бірден-бір көзі ретінде көмір, газ және мұнай қолданылып келеді. Бірақ дүние жүзі ғалымдары қазба отынның сарқылатын күні алыс емес деп дабыл қағады. Әлем халқының саны күннен күнге артып келеді. Энергия шығынының да өсуі заңдылық. Мұндай қарқын жалғаса берсе, энергетикалық дағдарыстан қашып құтылу қиын. Бұл түйткілдің бір ғана шешімі бар. Ол сарқылмайтын энергия көздері. Недаром говорят, что Табиғаттың жанға қуат беріп, бойға күш тартатыны жаңсақ пікір емес. Бұл рас. Энергияны бізді қоршаған дүниенің бәрінен алуға болады. Күн сәулесінен, желден, жер жылуынан. Ең бастысы, қанша қуат алсаң да олардың таусылмайтыны анық. Әйелдер де табиғаттан күш алады. Себебі сарқылмайтын энергия қорлары адамзаттың қажеттілігінен әлде қайда басым түседі. Толықтай қанағаттандыра алады. Қалпына келетін энергия көздерінің басты артықшылығы экологиялық зиянсыздығы. Энергетика саласы климаттың және қоршаған ортаның өзгеруіне үлкен ықпал етеді. Сондықтан да бұлар энергия өндірудің ғаламшарымызға зияны тимейтін жолдарын іздестіре бастадық. Айта кетсек, сарқылмайтын энергетика көптеген елде таңсық емес, керісінше мейнстримге айналған озық сала. Өткен ғасырдың ортасында америкалық жазушы фантаст Айзек Азимов Қазақстанның болашақта күн электр станцияларына бай болатынын болжаған еді. Бұл жорамалдың жайлап орындалып келе жатқанын да байқаймыз. Қазір мен Елордадағы ғарыш айлағына ұқсас ғимараттың шатырындамын. Мұның қалай жұмыс істейтінін көрейікші. Күн панельдері күн электр станциясының маңызды бөлшегі. Олар бір жақтауға біріктірілген фотоэлектрлі ұяшықтардан тұрады және күн сәулесін электр энергиясына айналдырады. Электростанция вырабатывает. Электр станциясы энергияны табиғи климаттық жағдайларға байланысты өндіреді. Бұлттылық, қысым, температура және өзге де параметрлер әсер етеді. Мысалы, үлкен объекті болып саналатын 100 киловаттық қуаты бар станция жылына 100.150 килосағат өндіруге қауқарлы. 1000 киловатт-часов в год. Қуатың ол жел сенің, бұлтты шыра кеткенің, ал сіздер жел энергиясының күн энергиясының бір түрі екенін біліп беріңіздер. Яғни жел күннің атмосфераны бір келгі жылытпауынан, жер бетінің тегіс болмауынан және жердің айналуынан пайда болады. Жел генераторлары ауаның бұл қозғалысын пайдаланып, оны механикалық энергияға, содан соң электр қуатына айналдырады. Былай қарағанда қалақшалар өздігінен айналып тұрғанын ғана байқайсыз. Сөйтсек, оның артында бүтін бір тылсым күш тұр екен. Адам тамақ жемей 4 күннен 6 күнге дейін өмір сүре алады. Ал сусыз 3 күннен артыққа шыдамайды. Несі бар? Адамға ғана емес, тіршілік иесінің бәріне су керек. Дегенмен дәл осы адамзаттың бәрінен басы озғаны. Суды қарапайым қажеттіліктерден бөлек өзге де мақсаттарға пайдаланатыны белгілі. Суды тұрмыста да, өндірісте де кәдеге жаратамыз. Ал қазір адамзат судан энергия өндірудің жолдарын іздеуге мықтап кірісті. Қане тәжірибе жасап көрелік. Бұл кәдімгі өзен. Судың ағысынан генераторлардың қалай айнала бастағанын көрдік. Және бұл нағыз энергияның қалай өндірілетінін байқауға мүмкіндік береді. Архимед бұрандалары айналған кезде біз жоғарыдағы резервуардың толып, дөңгелекті жылжытып тұрғанын байқаймыз.
О, Абай, сәлем. Сәлем, Жәмилә. Мұның қалай жұмыс істейтінін айтып берші. С помощью аналогов Бұл өте оңай. Баламалы сорғының көмегімен су мына иілген астаушаға құйылады да, осы арналарға тең бөлінеді. Үйкелістің, қозғалыстың арқасында біз энергия аламыз. движению мы получаем энергию. Рахмет. Оқасы жоқ. Жердің электрлі және магнитті өрісі арзан электр энергиясының көзі бола алатынын естіген шығарсыз. Тегін электр энергиясын алу мәселесі көптеген танымал инженерлердің назарына іліккен еді. Олардың қатарында Никола Тесла және бұл сауалға қатысты еш нәтиже шығара алмаған өзге де ғалымдар болды. Жерден өлшеусіз қуат алуға және қондырғы орнатса, оны үнемі тегін пайдалануға болады деген тұжырымдар бар. Наша Земля имеет Жердің күн энергиясын қабылдай алатын қасиеті бар. Сәйкесінше онда жылудың өте көп мөлшері шоғырланады. Демек, топырақ астынан ұңғыма жасалса, немесе траншеялардан құбыр жүргізілсе, онда оларға этилен глюколь жиналады да энергия өндіруге мүмкіндік береді. Бұл бағыт Еуропа елдерінде кеңінен қолданылады. Жердің жоғары қабаттарынан төмен температурадағы жылу алынады. Ол ең көп дегенде 80-100 метр болатын шығар. Ал ұңғыманы дәл тереңірек жіберсе, 500-1000 метрдегі геотермальды қысым байқалады. Бұл да әлемдік тәжірибеде бар әдіс. практика мировая известность. Қазақстандағы геотермалды бастаулардың ең танымалдары оңтүстік бөлікте орналасқан. Олар Панфилов, Жаркент және Павлодар облысы, Ертіс жағалауындағы бұлақтар. Онда Цельсий бойынша 25-45 градусқа дейінгі температурада су шығатын 500-700 метрге дейін қазылған артезиан ұңғымалары өте көп. Ақылға қонбайды, тіпті өсімдіктер де энергия көзі бола алады екен. Дәлірек айтсақ, өсімдік және жануар тектес барлық органикалық заттарды қамтитын биомасса. Мысалы, ағаш сүрегі немесе ауыл шаруашылығы қалдықтары. Дамыған елдерде тамақ пісіріп жылыту мен жарықтандыруда пайдаланыла бастаған кәдімгі кесілген ағаштың да нағыз сарқылмайтын энергия көзі екенін білдік. Және бүгін белгілі әлеуметтік кәсіпкер Эмин Әскеровпен осы тақырып төңірегінде сөз қозғаймыз. Эминнің елорданың орталығында әлеуметтік кафесі бар. Эмин, сәлеметсің бе? Сұхбатқа келіскенің үшін рахмет. Кешкі асқа сұранғаным рас, қалың қалай? Сәлем, Жәмилә. Бәрі жақсы. Білексіз бана жұмыс деп жатырмыз. Бізге өз бизнесің туралы айтып берші. Жалпы алғанда біздікі әлеуметтік санаттағыларды жұмыспен қамту мәселесін негізге алатын әлеуметтік кәсіпорын. Біз мұнымен 6 жылдан бері айналысып келеміз. Осы бағытта жүріп, біз бірнеше жобаны қолға алдық. Ол сөмке және киіз өнімдерінің өндірісі. Яғни біз қазір киізді өңдеп, ата-бабаларымыздан қалған қолөнерді жаңғырту мақсатында ұлттық нақыштағы кілемдер шығарып жатырмыз. Возрождая ремесло наших предков. Ал қайта қалпына келетін энергия көздері туралы не ойлайсың? Ну, мне кажется, нам нужно жить в ногу со временем. На Западе Біз заманның ағымынан қалмай әрекет етуіміз керек. Бастысы бұл бұрыннан қолданылып, енгізіліп келеді. Мәселен, мен жақында мынандай қуантарлық жаңалық оқыдым. Еуропада қайта өңделген материалдардан жасалған асфальт өндірмекші екен. Бұл дегеніңіз біздің қазір жол салып жүрген материалдарымыздың таптырмас баламасы ғой. Меніңше бұл оңтайлы шешім және ең бастысы қоқысты қайта өңдеп, пайдаға жаратып жатыр емес пе? альтернатива, ну и самое главное, идет переработка мусора. Түсінікті. Ал сіз өз өндірісіңізде тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жарату бойынша қандай әдістерді негізге аласыз? Бөтелкелерді жинаймыз, содан кейін біздің жігіттер өздері қабылдау пунктіне тапсырып, ақшасын алады. Міне тіпті олардың 2-3 қызығушылығы барына қуанбасам ренжімеймін. Пайдаланылған майды Назарбаев университетіне жібереміз. Ол жерде биоотын жасап шығарады. Бізде материал өңдеудің осындай айналымы қалыптасқаны қуантады. По отработке материалов. Эмин, қызықты сұхбат пен тәтті шайың үшін рахмет. Біздің ақпарат ала алдық. Құрметті көрермен, сарқылмайтын энергия әлеміне жасаған саяхатымыз сіздерге ұнады деп сенеміз. Және біздің бағдарламаның ұсынар қызығы мұнымен бітпейді. Сіздермен бірге болған мен Жәмила Нашекен, амандықта жүздескенше.